Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосондағы жаңа сұрақтар талдайтын боламыз. Бұл біздің 43-ші видеомыз тест талдау бойынша. Осының алдында біз 42 видеоны YouTube каналға салып қойдық. Соны міндетті түрде қарап шығыңыздар. Және де достар, каналға дамуына үлкен үлес қосып жатқандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып жатқандарыңызға барлықтарыңызға рахмет достар. Осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға, право алғысы келіп жүрген жақындарыңыздың барлықтарына таратыңыздар. WhatsApp группаларға барлығына достар. Олар да право алсын, бұйырса өздерің қалаған. Және де достар, тест сұрақтарын алам деушілер болса, мен комментарийға WhatsApp нөмірді қалдырып кететін боламын. Өздеріңіз білетіндей жаңалықтарда шығып жатыр. Қазіргі таңда право алу қиындауы мүмкін. Ол жайлы бірақ мен нақты ақпарат жоқ, қиындайды деп. Ол арнайы сайттан сұрауымыз керек. Осы разработчиктерден қалай болады деп, сол жайлы ақпаратты алсаңыздар болады арнайы сайттан. Мен сіздерге тұрамды право алу қиындайды деп айта салу мүмкін. Бірақ мен ешкімге сене бермеңіздер. TikTokта да шығып жатыр көптеген сондай сөздер. Оны пока ол белгісіз. Оны өзінің разработчиктері айтуы керек, қиындайды деп. Бірақ мүмкін деп жатыр, қиындау мүмкін деп жатыр. Ал тестімізге оралайық. Бүгінгі тестімізді бастайық. Бірінші сұрақ. Жеңіл автокөліктің жүргізушісіне оңға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Оңға бұрылуға рұқсат па жеңіл автокөлікке? Рұқсат. Қызыл автокөлікке бірақ мен жаяу жүргіншілерге жол беріп рұқсат етіледі. С вариантын таңдаймыз. Келесі сұраққа кеттік. 2. Осы белгілерді орнатқан жерден теміржол өткеліне дейін қанша метр деп тұр? 150, 50, 100 метрден кем емес дейді. Бұл жерде былай. 150-ден кем емес, 50 метрден кем емес, 100 метрден кем емес. 50 метрден кем емес бұл. Осындай бізде теміржол өткеліне жақындайтын 3 түрлі шлагбаумы жоқ теміржол өткелі қойнау. Осыған жақындайтын 3 түрлі осындай астында ақ түсті осындай қызыл сызық түріндегі белгі орнатылады. Мынау ең жақыны бұл. Бір сызықты. 2 сызықты бар, 3 сызықты бар. Біреу білсе, біреу білмей жатады бұл белгілерді. 3. Қызыл автокөліктің жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Кімге жол береді қызыл автокөлік? А, Б дейді. 2 трамвай берілген бізде. Екеуіне де жол береді. Егерде трамвай жолы осындай жеңіл автокөліктердің жол қиылысын кесіп өтетін болса, трамвайдың бізде басымдығы бар. 4. Қандай көлік құралдары БЕ санатына жатады? Бұл жерден жауапты оқып шығайық. А. Б санатта тіркемесі бар көлік тіркемесінің рұқсат етілген ең жоғарғы салмағы 700 кг-нан астам. В санатта тіркемесі бар автокөлік дейді. С варианты Б санатта тіркемесі бар көлік тіркеменің рұқсат етілген ең жоғарғы салмағы 750 кг-нан астам. Біреу астам емес, біреу астам дейді. Бұл жерде бізде астам болады, 700 кг-нан астам. 5. Көліктерге қандай бағытта жүруге рұқсат етіледі? Жүруге рұқсат етіледі деп тұр. Так. Алдымыздағы белгіге қарасақ. Кері бұрылуға тыйым салады бізге. Тура. Оңға. Тура және біз қай жаққа жүре аламыз? Тура және оңға, е? Так, достар. Қателеспесем. Тура оңға солға. В вариантын таңдаймыз. 6. Автокөлік жүргізушісіне солға бұрылуға рұқсат етілген бе? Әрине тыйым салынады. Бұл жағдайда. 7. Елді мекендерден тыс оңға бұрылғаннан кейін жеңіл автокөліктердің қандай жылдамдықпен жүруіне рұқсат етіледі? Алдымыздағы берілген жылдамдықты көріп тұрсыздар. Мына жеңіл автокөлік қандай жылдамдықпен жүру керек? 100 км сағаттан астам емес. Минималды жылдамдық 50 деп тұр бізде. Егерде ол оңға бұрылатын болса, 100 км сағаттан астам емес жылдамдығы.
8. Егер реттеушінің нұсқаулары бағдаршамның сигналдарына және басымдық белгілерінің талаптарына қайшы келсе, жүргізушілер нені басшылыққа алуы тиіс? Бағдаршам сигналын, басымдық белгілерін, реттеушінің нұсқауларын. С варианты бізде дұрыс. Всегда реттеушінің нұсқауларына бағынып отырсаңыздар, бәрі жақсы болады. Сонда ережені де бұзбайсыздар. Бағдаршам мен реттеу жол белгісі. Түф, не деген көп сөздер мынау. Оқып шығайық па, оқымай қойып па, достар? Да, оқи берейік. Жол қиылысына жаяу жүргіншілер өткеліне немесе қозғалыс бағдаршаммен реттелетін жол учаскесіне жақындаған туралы ескертеді. В. Жол қозғалмалы қызыл плюс белгісі бар бағдаршам. С. Көлік қозғалысы уақытша бағдаршаммен басқарылатын қиылысқа жаяу жүргіншілерге немесе жол учаскесіне жақындау туралы ескертеді. Трамвайлардың қозғалысын реттеу үшін бағдаршамның көмегімен қозғалысы реттелетін жол учаскесін, сондай-ақ олар үш бөлінген жолақпен жүруіне қоғамдық көліктерге жақындау туралы ескертеді. Е варианты жол қозғалысы тек реверстік бағдаршам. Білемін, өзіме А варианты дұрыс болып тұр. Все, бізде жауап дұрыс. Скрин жасап алыңыздар. Ертең автосонға барған кезде мынаны оқып отырмау үшін осы сұрақ келеді ғой. Қайттан түсіріп алыңыздар. Варианттарды ғой. Сізде андай қабілет болу керек. Тупы сұрақты көрдіңіз, жауабын біліп тұруыңыз керек бірден. Бір 2-3 секундта тез жауабын біліп қалуыңыз керек. Сонда тестіне өтесіздер 100%. Қарапайым алғашқы көмек көрсету шараларының кешенін неліктен орындалатын көрсетіңіз. Жәбірленушіні тірі қалдыру үшін, ауыр асқынулардың дамуын болдырмау, зақымдаушы факторлардың әрекетін тоқтату, жәбірленушінің өміріне қауіп төндіретін себептерді уақытша жою дейді. Барлығы жататын сияқты бізде. Все, жауап дұрыс. Көрсетілген белгілердің қайсы бір жақты қозғалыс жүру жолына өту деп аталады? Бір жақты қозғалыс қайсы бізде, достар? Әрине А варианты бізде дұрыс. Осы сұрақты сіздерге жаңа сұрақ ретінде қойып көрем ба деп едім, бірақ мен жауабын белгілеп кеттім сонда да. 12. Осы жол белгісі қалай аталады? Әрине мал айдау. 13. Тұтас сары жол таңбасы сызығы нені білдіреді? Аялдауға тыйым салынған орынды, маршруттық көлік құралдарының аялдамаларын, тұруға тыйым салынған орынды. Бұл бізде аялдауға тыйым салынған орынды білдіреді. Көбісі қателесіп жатады, маршруттық көлік құралдарының аялдамаларын деп. Ол өте қате жауап. 14. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне қай траекториямен жүруге рұқсат етіледі? Алдымызда көріп тұрсыздар, кіруге тыйым салынады белгісі. Ол жаққа кіре аламыз ба енді? Кіре алмаймыз, сондықтан А мен тек қана. Жол белгілерін білсеңіздер, бәрі жақсы болады. Тіркеп сүйреу арқылы сүйретіліп келе жатқан жеңіл автокөлікпен адамдар тасымалдауға рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етіледі. Машинаны тасып келе жатса, отыруға болады оның ішіне, адамды тасып. 16. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етіледі. Қиылысқа дейін басып озасың ба, не істейсің ба, өзің білесің. Бұл белгі өйткені екі автокөлік бізде басты жолда келе жатыр. Басқалар бұларға жол береді. 17. Белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді. Істемей тұрған қозғалтқышпен ғана тоқтап тұруға рұқсат етіледі. Тоқтап тұру кезінен қозғалтқышты сөндіруге тыйым салынады. Так. Тоқтап тұру кезінде қозғалтқышты сөндіруге тыйым салынады. А варианты дұрыс бізде. Істемей тұрған қозғалтқышпен ғана тоқтап тұруға рұқсат етіледі. Бұл парковка бізде. 18. Қарама-қарсы бағыттағы трамвай жолақтарын қозғалыс үшін пайдалануға рұқсат етіледі ме? Қарама-қарсы бағыттағы трамвай жолақтарын. Рұқсат, қарсы бағытта көліктер кедергі жасамаса рұқсат, бағыттасы трамвайдан алып өткенде ғана рұқсат, тыйым салынады. Қозғалыс үшін. Қандай қозғалыс үшін бізде бұл жағдайда? Негізі тыйым салынады. Жауап болмай тұрып мен айттым, тыйым салынады деп. Барлық жағдайда сізге қарсы бағытта трамвай жолдарын кіруге тыйым салынады. Мен ойладым, кері бұрылу үшін, немесе солға бұрылу үшін, оңға бұрылу үшін деп. Келесі ескереміз, қателестім. 19. Жүргізушіге көрсетілген жерде аялдауға рұқсат етіледі ме? Аялдауға болады ма? Жолаушылар отырғызу немесе түсіру үшін 5 минутқа дейін рұқсат етіледі, тыйым салынады. Тоқтап тұруға тыйым салынады белгісі, аялдауға тыйым салмайды бұл жағдайда.
Сондықтан рұқсат. Іргелес аумақтардан шыққанда жолдық беру қажет тек маршруттық көліктерге, барлық көлік құралдары мен жаяу жүргіншілерге, барлық автокөліктерге дейді. Бұл варианты бізде дұрыс. 21. Жарқылдауық мая қосылған және арнайы дыбыстық сигналдары бар автокөлігі жақындаған кезде жаяу жүргіншілер автокөлікке жол береді. Оңай сұрақ. 22. Мұндай маневр жасауға тыйым салынған орынды артқы жүріспен жүру мына мөлшерде айыппұл салуға кеп соғады. 5, 10, 7 АЕК. Так, қате жауап. 5 АЕК бізде. 23. Жеңіл автокөлік жүргізушісі солға бұрылу кезінде жол береді. Жеңіл автокөлік жүк көлігіне де, жаяу жүргіншіге де жол береді. Басты жолда болса да. Өйткені жаяу жүргінші өтіп жатқанда қызыл автокөлік күтеді ғой. Ал жүк автокөлік бізде өте береді. Негізі жүк автокөлік жол беру керек жеңіл автокөлікке. 24. Жүргізушілердің қайсысы қиылыстан өту ережелерін бұзды? Бұл жағдайда бізде правый помех деген жүзеге асады. Оң жақтан келе жатқан көлікке жол бересіз деген. Көк автокөлік ережені сақтады ма? Сақтаған жоқ. Сондықтан көк автокөлігі ережені бұзды. 25. Қос дөңгелекті мотоциклдарға тіркеп сүру рұқсат етіледі ме? Қос дөңгелекті болса бізде тыйым салынады. Оны неге тыйым салынатынын білесіздер сіздер. 26. Көлік құралының күнделікті жүргізу ұзақтығы мынадан артпауға тиіс. 4, 8, 12 дейді. Бізде 8 сағаттан артпауы тиіс. 27. Автокөлік жүргізушісі трамвайға жол беруге міндетті ме? Бана айттым ғой. Трамвай егерде көліктердің жолын кесіп өтетін болса, оның басымдығы бар. Міндетті жол беруге. 28. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі басып озуға рұқсат етіледі ме? Басып озуға рұқсат етілмейді. Егерде басты жолда болса рұқсат етіледі. Бізде басты жол аяқталды, жол беріңіз белгісі басталды. Сондықтан тыйым салынады. 29. Жеңіл автокөлікке көрсетілген жерде тұрақ рұқсат етіледі ме? Тұрақ дейді. Қай жерде? Бұл жерде одан өтіп барып рұқсат етіледі. Рұқсат етіледі. Тура дәл алдына тұрса ғана тыйым салынады. Өйткені астындағы белгіні көріп тұрсыздар. Егер көлік құралының жүргізушісі әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған белгіленген жылдамдықтан 20 км/сағаттан асып кетсе, бұл бізде 30 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады. 30 АЕК. 31. Көк және қызыл түсті жарқылдауық маягі және дыбыс сигналы қосулы көліктердің басқа көліктердің алдында басымдылығы пайдалана алады ма дейді. Үнемі немесе оларға жол бергеніне көз жеткізіп отыр. Әрине бізде А варианты. Дұрыс. 32-да. Көрсеткен траекториялардың қайсысы бойынша жеңіл автокөлік қозғалысын жалғастыруға рұқсат етіледі. Бұл белгіні енді білмейтін адам жоқ шығар. Бұл бізде міндеттеп тұр. Оңға бұрылуға міндеттіміз. Сондықтан тек қана С вариантын ғана таңдаймыз. Бұл автокөлік бізде тек қана оңға ғана жүре алады. 33. Оңға бұрылған кезде жүргізуші міндетті. Әрине адамдарды өткізіп жіберу, анимацияны қарап біліп алған шығарсыздар. Оның қозғалыс бағыты бойынша өтіп бара жатқан жаяу жүргіншілерге жол беріп, оңға бұрылуға әрине бізде А варианты. Мінекей 34. Бағдаршамның жыпылықтап сары сигналы кезінде жеңіл автокөлік жүргізушісі міндетті. Жүк автокөлікмен бірге өтеді. Жеңіл автокөлік ат-арбамен трамвай асықпай өтеді соңынан. Вариант таңдаймыз. 35. Жеңіл автокөлік жүргізушісі елді мекендерде осындай аялдау жасауға рұқсат етіледі ме? Тыйым салынады. Бізде 15 метр болу керек. Мына автокөлік бізде 10 метрде тоқтап тұр. 36. Осы жол белгісі нені білдіреді? Барлық шектеулер аймағының соңы, ең жоғары жылдамдықты шектеу аймағының соңы. Әрине бізде В варианты. Жауап дұрыс. 37. Мотоцикл дейді бұл. Мотоцикл қозғалысқышы бар, бүйелік тіркемесі бар, немесе тіркемесі жоқ, екі доңғалақты механикалық көлік құралы. В қозғалысқышы бар, екі доңғалақты көлік. С жұмыс көлемі 50 текше сантиметр аспайтын, іштен жанатын қозғалысқышы бар. Енді оңай сұрақ қой бұл бізде. А варианты. 38. Басып озуға тыйым салынады. Белгісін қолдану аймағын
қолдану аймағын азайту үшін көрсетілген тақташалардың қайсысы қолдануға болады? Басы бұзылған. Так. Қолдану аймағын азайту үшін дейді. С вариант таңдап көрейік. Ай, бізде қате жауап. Так. Қате жауап бізде. Келесі сұраққа кеттік. 39 жол қозғалысы қатысушыларының қайсысы автомагистрал бойынша жүру ережелерін бұзады? Автомагистралда трактордың жүруіне болмайды, велосипедшіге болмайды, жаяу жүргіншілерге болмайды. Сондықтан барлығы бұзды бұл жерде. 40. Осы жол белгісі жүргізушілерге не туралы ескертеді? Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету станциясы 100 метрден кейін жолдың оң жағында орналасқан. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету станциясы 100 метрден кейін орналасқан дейді. С. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету станциясы 100 метрден кейін оң жағынан іргелес жолда орналасқан. Так, С варианты келетін сияқты. Все, жауап дұрыс. Ал 37-те 40, ана видеода да 37-те 40, оның алдында біз 40-та 40 алдық. Оңай сұрақтардан қателестік бүгін. Мен білмейтін сұрақтарым да келді арасынан. Оны мойындаймын. Ал құрметті достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет сіздерге. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер де тест сұрақтарын алам деушілер болса, WhatsApp нөмірге жазасыздар, оны білесіздер. Алдағы уақытта енді тест сұрақтары қиындай деп жатыр. Қиындауы мүмкін деп жатыр. Сондай кезде бізде тест сұрақтардың бағасы өсіп кетеді. Сондықтан қазір алуға тырысыңыздар. Егер де алам деушілер болса, түп аласыздар тест сұрақтарын менен 4-5 күн дайындаласыздар. Әрі кетсе 1-2 апта. Сіздер тесттен өтесіздер. 100% гарантия беремін мен сіздерге. Ал сау болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.